Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге балбырауын күйін үйрететін болам. Ең бірінші 5-ші пернені тауып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5-ші пернені мына бас бармақпен басамыз. Мына жеріне сызық болады, өзі ыңғайлы жері. Сол сызықпен бастаңыздар болады, болмаса міне мына жерде кішкене сызық бар. Болмаса ыңғайсыз болса, енді бүйтіп қарайсыз қай жермен. Мына жердің бір жерін тауып аласыз, ыңғайлы жерін басып. Біреулер шамалы былай басады, біреулер былай басады, енді қарайсыз. Мына сызықтың алдынан басамыз, ма? Осылай басып тұрамыз да, міне мына жақтан тартамыз. 5 қағыс жасаймыз, міне. Міне қағыстары алғашқы екеуі төмен, қалғандары алма кезек. Яғни төмен, сосын 4 қағыс қағылады тағы. Алма кезек, төмен жоғары, төмен жоғары. Сондай алғашқы екі қағысы төмен, қалғандары жоғары, төмен. Мысалы, төмен, бастапқы екі қағыс міне. Там төмен болды, енді жоғары, төмен, жоғары. Сонда барлығы есептесеңіздер 5 қағыс болады, міне қараңыздар, есептеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Алғашқы екі қағыс төмен, қалғандары төменнен кейін жоғары, төмен, жоғары деп кете береді. Там, жоғары, төмен, жоғары. Қосып тартқанда былай болады. Көрдіңіздер ма, міне? Қосып тартқанда әуен шығады, міне. Там, міне 5 қағыс қақтым. Түсінікті ғой, осыны, дәл осыны 3 рет тартамыз ғой, сонда 15 қағыс болады. Балбырауын күйі бастан аяқ осы қағыс қағылады көбінесе. Әрі қарай 5 пен 4-ші перне дәл жаңағыдай қағыстар, ма? Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Дәл жаңағы 5 қағыс. Енді уақыт созып жаңағы айтпай ақ қояйын, жаңағы бастапқы 5 қағыс қой, дәл сондай қағыстар. Міне дәл жаңағыдай қағыстар. Тек соңғы қағысында, 5-ші қағысында қарама қарсы 5-ші пернені басасыз жоғарыға. Түсінікті ма? Міне 5 қағыс, содан кейін 5 пен 7-ші перне. Үстінен 5, астынан 7-ші пернені басамыз. Асты деген мынау, міне. Үсті мынау, асты мынау. Енді бұда да 5 қағыс болады. Дәл жаңағыдай 5 қағыс. Тағы да қайталаймыз. Енді басынан бастап қосып көрейік. 3 рет 5 қағыс, 15 қағыс қағамыз. Енді сосын тағы да. Көрдіңіздер ма? Музыка шықты уже. Мына жерде былайша жасадық қой. Осы жерде тоқтадық, 5 пен 7-ге 10 рет тартамыз, жаңа 5 қағысты. Осы жерден тоқтаймыз, міне әзірге осы жарайды. Көп айтып қойсам, тағы да қиын болып кетуі мүмкін. Аз-аздан беріп отырам осылай. Осы жерден тоқтадым. Көрдіңіздер ма? Енді қай жері түсініксіз, енді түсінбей қалатын жерлер болуы мүмкін. Енді сұрақ комментарийге жазыңыздар, ма? Барынша түсінікті қылып айтып жатырмын. Қағазға жазып берейін бе әлде? Қандай сұрақтарыңыз бар, комментарийге жазыңыздар. WhatsApp номері бар, комментарийден сұраңыздар, WhatsApp номер жіберем, қажет болса. Арнайы жазып берем қағазға да. Осы әдіс арқылы үйрене аласыздар. Ал сәттілік.